Атанбай Есенәліұлы, Қазақстан мұнайының 125 жылдығы аясында еліміздің мұнай-газ саласының дамуы туралы өз ойыңызбен бөліссеңіз. Иә, уақыт зымырап өтуде, күні кеше ғана 100 жылдығын тойлаған сияқты едік. Мұнай-газ кешенінің республикалық қазір 125 жыл. Әрине, тәуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстанның мұнай-газ саласы үлкен жетістіктерге жетті. Көптеген табыстар табылды. Үкіметке, елге үлкен пайда келді бұл сала. Осының аясында осындай датаға байланысты менің өзіме жақын газ өнеркәсібінің республикадағы даму жолдарын еске түсіргім келеді. 1991 жылы қыркүйектің 19 күні Орал қаласында бұрынғы Кеңес одағының газ өндірісі министрлігіне қарайтын республиканың территориясында қызмет істейтін 38 мекеменің басшылары жиналып, өзімізше құрылтай өткіздік. Осы жиынға Қазақстан үкіметінің вице-премьері Байкенов Қадыр Қарқабатұлы келді. Үкіметтің референті Ұзақбай Сүлейменұлы Қарабалин келді. Сол кездегі жаңа пайда болып жатқан кәсіпкерлердің ішіндегі бір белгісі Жауғашты Нәбиев ағамыз келді. Осы кісілердің қатысуымен жаңағы аталған мекемелердің басшылары 38 адам жиналып, 2 күн жиналыс өткізіп, Қазақстанның өзінің ұлттық газ компаниясын құру жөнінде шешім қабылдады. Бұл шешімді сол кездегі үрдіс бойынша құжаттарын түгендеп, құжаттарды сол үкіметке жібердік. Қазақстан үкіметінің шешімімен 11 қазан күні, қазан айының 11 күні Қазақстан үкіметінің шешімі шықты. Қазақстанның ұлттық газ компаниясын құру жөнінде. Газ компаниясының атағы Қазақгазпром болып аталды. Оның басқармасының төрағасы болып, көрнекті газ өнеркәсібінің қызметкері, ұйымдастырушысы Әзірбаев Есет Рауатұлы сайланды. Бұл компания Орал қаласында құрылды. Ең басты міндет осы газ саласына қарайтын мекемелерді басын біріктіріп, біздің картамызға қарап отырсаңыз, үлкен газ құбырлары республикасының территориясының перифериясына, шет жақтарында, Орта Азия орталық газ құбыры Түркімен Өзбекстан газын Ресейге тасымалдау үшін Батыс Қазақстанның 3 облысының территориясын басып өтіп, Ресеймен сонау Мәскеудің түбіндегі қалаға шейін баратынды. Ал Орынбор батыс мемлекеттік шекара деп аталатын газ құбыры Оренбург Новоскот дейді. Оренбург Союз дейді, екіншісі 2 желіден тұрады. Бұл Орынбор қаласына қарайтын еді. Оренбург Газпром дейтін үлкен бірлестікке қарайтын еді. Жаңағы Орта Азия орталық Саратовқа қарайды. Сосын оңтүстіктегі газ құбырлары бұл Ташкентке қарайтын болды. Ал Ақтөбе облысымен өтетін Өзбекстаннан Екатеринбург қаласына баратын, ол жердегі Свердловскіге баратын Бұхара Орал газ құбыры бұл Свердловскке бағынатын еді. Міне осының бәрін жинап, бір орталыққа бағындырып, бір үлкен мемлекеттік компания құру біздің үлесімізге тап келді. Бұл жұмыс өте ауыр болды. Оның үстіне одақтың тарқап жатқан мезгілі, бүкіл экономикалық байланыстар, жаңағы көптеген құрал жабдықтарды
шығаратын және біздерге жеткізіп отыратын зауыттар олармен байланыс үзілді. Ал екінші жағынан мемлекет жаңа ғана құрылып жатыр. Тұрақты финанстық, экономикалық нақтылы басқару болған жоқ. Қалыптаспаған. Осыған байланысты инфляция деген бар. Инфляция 100%-ке ұлғайды. Бұл бір. Екіншіден біз сол жаңағы рублевой зона дейді, рубльдік кеңістікте қалдық. Өйткені біздің валютамыз бола қойған жоқ бұл мезгілде. Бұның да үлкен кедартпалық нәтижесі болды. Төлемдер өтпейтін болды. Және бір жылдарынан кейін Ресей өзінің рублін деноминированный деп шығарды, бірнеше есе төмен түсіп. Ол уақытта біздің территориядағы рубль сол баяғы ескі күйінде қалды. Бұл тағы да қосымша қиындыққа әкелді. Осының бәрі келіп, жаппай жасаған қызметтерімізге түсетін ақшаның өте шұғыл кемуіне келіп соқтырды. Және егер де біз төлейтін болсақ ақшаны, ол ақша біз төлейтін жаңағы контрагентімізге бірнеше айдан кейін барып қана түседі. Сол экономиканың толықтай тоқырауы басталды. Ол мына 93-97 жылдардың аралығы, ол кезде жұмыс жасаған азаматтар жақсы біледі, әсіресе басшы органдарда, мысалы біздің газ саласына ақшалар 7% қана, 7% ғана түсетін есеп шотымызға. 33-35% бартер, жаңағы клиринговый поставки табамен береді. Ал оның бағасын жаңағы қоятын өз жаңағы табарды беретін мекеме ғой. Ол өзінің ойынша қояды. Бізге ол келмей ме олардың шаруасы жоқ. Сондықтан экономиканың бұндай жағдайда өсу өте қиын болды. Соған қарамастан, және жаңа айтып отырмын, мен оны бекер айтып отырған жоқпын, бұл сала Қазақстан Республикасында бұрын болмаған сала. Жаңа біреу Орынбарға, біреу Свердловскке, біреу Ташкентке бағын. Біздің территорияда ондай мемлекеттік, жаңағы республикалық ондай орган болған жоқ. Сондықтан тіпті қарапайым отчетность дейді ғой, жаңағы есептер. Соның өзін жаңағы Газпромнан көшіріп, соны келіп өзіміздің Минфинмен сәйкестіріп, бір жылдан артық уақыт осындай жұмыспен кетті. Содан кейін жаңағы бәрін түзеп, көшіріп әрәтеледі дейді ғой, қателіктеріміз де болды. Соны қарамастан жаңағы газ тасымалдардың контрактыны Қазақстанның пайдасына шешуге тырыстық. Түркменмен, Өзбекстанмен, Ресеймен, кей уақыттарда Әзербайжанмен. Оның бәрін жаңағы жол үстінде үйренуге тура келді. Өйткені тиісті әдебиет те жоқ ол кезде, кітаптар да жоқ ешқандай. Аналар қалай істеп жатыр, мына республика қалай жасап жатыр. Біздер неге бұлай жасамаймыз? Осындай жаңағы дискуссияның күшімен шешілетін көптеген сұрақтар болды. Бірақ соған қарамастан Қазақгаз, соңынан мемлекеттік холдинг компаниясы деп аталды. 1995 жылға қарай біздің жылдық ақша айналымымыз 1 миллиард ақш долларына жетті. Ол кездегі жұмыс бойынша бұл үлкен жетістік еді. Оның үстіне тариф деген ұғым бар. Мына газды тасымалдағанда тасымалдайтын участок, әрбір участок 100 шақырымға бөлінеді. 100 шақырымнан. Әрбір 100 шақырымға өзінің жаңағы жұмыстың өзінің құны бар ғой, себестоимость. Сосын рентабельность түсімі. Соны пайдаланып, соны Газпромның әдістемесін пайдаланып, оларға түсінікті болу үшін біз сол мезгілде осы газ тасымалдардан бірталай табыс таптық.
бұл және мүмкіндік берді үлкен жаңағы ескіріп келе жатқан құрал саймандарымызды жаңғыртуға, жөндеуге, керек өндіріске керек құрал-жабдықтарды алуға мүмкіндік берді. Оның үстіне бұл газ тасымалдау Қазақгазпромда сол бастаған күннен бастап біздің құрамымызға Қарашығанақгазпром бірлестігі біздің құрамымызда болды. Менің жұмыс кестем бойынша 90% уақытым сол Қарашығанақта жұмысын бір қалыпты жұмыс жасауға кеніштің соған арылмайтын болды. Ол кезде бұл әлемдегі ең ірі 5 газ конденсат кенішінің қатарына жататын үлкен алып кеніш. Бақытымызға орай бұл кеніште сол мезгілде мамандар жұмыс жасап Ресейден ең несі Орынбор мен Астана кеніштерінен үлкен тәжірибе жинақтаған мамандар сол Қарашығанақта болды. Оның үстіне параллельно біз өз кадрларымызды даярлауымыз керек болды. Бізде ондай газ конденсат кенішінде жұмыс жасаған кадрлар жоқ. Тек қана ұқсас кеніш Жаңажолда заводтары, жаңағы газ шығады, конденсат шығады, азалтай. Сол бүкіл мұнай кәсіпте бар облыстардан өзіміздің кадрларды іздеп, солар жұмысқа тартып бастадық Қарашығанаққа. Оған параллельно жаңағы үкіметтің жүргізіп отырған келіссөзін біз тоқтатқан жоқпыз. Керісінше, сол келіссөзді ары қарай ілгерілету үшін жоспарлы түрде қызметті ұйымдастыра білді. Үкіметтен бұл келіссөздерге Ұзақбай Қарабалин басқарып жүрді. Мен өндіріс жағынан жауап беретін болдым. Сол 2 жылдың ішінде жаңағы Қарашығанақтың кеніші жөнінде эксперты дейді, жаңағы промежуточное соглашение. Аралық келісім. Соны әзірлеп, осы келісімшарттың негізінде 2 жылдан кейін 1997 жылы Нью-Йоркте негізгі келісімшартқа мына кеніш бойынша қол қойылды. Күні бүгінге шейін сол келісімшарт бойынша қызмет жасалып жатыр. Одан бергі жағында да талай өзгерістер болды, ұтылыста болды, ұтқан мезгілдерімізде болды, бірақ өмір ғой енді. Бәрде солай. Қазір енді Қазақстан газшыларының жаңа буынының өкілдері біздің заманымыздан басқа жағдайларда қызмет жасап жатыр. Жас жігіттер, қыздар, білімдері жақсы, көпшілігінде шетелдік білімдері бар. Біздің кезімізде емес, шетелдік инвесторлармен тікелей сөйлесе алады. Ең бір жетпей тұрғаны, бұл адамдарда өндірістік тәжірибе жоқтың қасы. Басқа мамандықтан бар, негізгі жаңағы газ тасымалдау жөніндегі негізгі мамандар республикаға жетіңкіремейді. Танбай Есенәліұлы, өзіңіз қызмет жасаған уақытта ең бір есте қалған жобалар, мәселелер туралы айтып кетсеңіз. Өзіңіз шешуге қол жеткізген бір жоба туралы айтып өтсеңіз. Бұл енді газ саласында тек қана тасымалдау емес, бұл негізгі міндеттерінің бірі ұлттық компанияның республиканың өзіне газды жеткізіп, сол тиімді бағамен соны жаңағыдай сатуды ұйымдастыру. Бұл жөнінде де қателіксіз болған жоқ. Мысалы 1995 жылы 94 жылы бізден құрамымыздан оңтүстіктегі газ жүйелер системасын бөліп алып, бөлек Жетісугаз деген компания ашты. Сол компанияны ашқанда оның міндеті
оңтүстіктегі 3 облысты газ тұтынушыларын газбен қамтамасыз ету еді. Негізгі міндеті. 95 жылы қараша айына қарай жаңағы Алматыға шейін баратын БГР-ТБ дейтін жүйе бар. Сол газ құбырында 1 кубометрде, 1 текшеметрде газ қалған жоқ. Оны жаңағы көршілес елдермен келіссөздер жүргізіп алғыр. Мысалы, тонау батыстан тасымалдағанша, ол бізге де тиімсіз ғой. Мына жерден Өзбектен алып бере қоюға болады. Ондай жүйе бар, жұмыс жасап тұрған. Я болмаса, Ташкенттің түбінде 20 шақырым жерде Полторацкий дейтін газ қоймасы бар. Жер асты газ қоймасы. 300-400 миллион текшеметр газ сақтауға болады. Бірақ Өзбекстанда, Ташкентте январь, февраль айларында, қаңтар, ақпан айларында температура -5-ке, -8-ге шейін түскен уақытта Ташкенттегі газды пайдалану 1,5-2 есеге шейін көбейді. Сондықтан ол ана трубамен келіп тұрған газ, өзіндегі газ бар, ол кезде жетеді. Бірақ мынау қасында 20 шақырым жерде жаңағы жер асты қоймасы бар ғой. Одан алу әлдеқайда тиімді болар еді оларға. Сондықтан біз кезінде, Қазақгаздың кезінде өзбектермен келіссөз жүргізіп, біз жаңа Полторацкийді сол Өзбекстанға арендаға беріп, соған сәйкес бағамен Өзбекстанның территориясында Газди Шымкент деген газ құбырын диаметр 1220 мм. Соны біздің қарауымызға Қазақгаз алған болатынбыз. Жаңа компания құрған уақытта ол келіссөздің бәрі күшін жойды. Сонда жаңа газ таусылғанда газ алатын жер жоқ. Соны мен демалыста жүредім, мені дереу шақыртып алып, түннің ішінде Шымкентке ұшып келдім. Соның жағдай түсінгеннен кейін Шымкентте сол кезде әлі де бар критикалық жағдай. Соны алдында Түркменнің газын Ресейге тасымалдайтын Газпром емес, жекеменшік фирма. Сол жекеменшік фирманың ИТР деген бастығымен келіссөзмен жаңа келісім шарт жасаған уақытта газ тасымалдау жөнінде 4-ші пунктқа мен оны бір ақылым асып баратқаннан екім жоқ, өзім обезопасить ету үшін, жаңағы сақтандыру үшін осындай пунктта қояйық деп, ол 25 миллиард текшеметр газды сіздің территориядан өткіземін дейді. Сол үшін жаңағы оның да төлейтін ақшасы жоқ. Осындай газдың көлемін төлейді. Соны мен қосқаным жаңағы, ол егер 25 миллиардтан қанша кем болса да, біз жаңағы есепті 25 миллиард арқылы жүргіземіз. Деп, соның пайдасымен 1 миллиард 280 миллион текшеметр газ жаңағы ИТР маған бермек болып, жаңа келісімшарт бойынша. Соны есіме түсіріп, сол бойда Москваға телефон соғып, түннің ішінде. Соны мен сөйлесіп, ақыры соның жарты көлемін Қазақстанға беретін болды. Сол трубалар арқылы Өзбекстанға Түркменнің газын жаңа маған бермек газды бір түнде өткізіп, 583 миллион текшеметр газды наурыз айына шейін, Алматыға шейін негізгі труба бойынша соның үстімен жүргізуге жаңа мүмкіндік алдық. Сонымен енді ситуациясына түзеттік, шамамыз келгенше. Әрине, елдің басшылығы бір вице-премьер арқылы рахметін жеткізді. Бізге одан артық байрақтың қажеті жоқ. Ең бастысы оңтүстіктегі 3 облысымыз сол қыс біткенше газбен жабдықталып отырды. Сол біздің заманымыздан көрі қазір одан кейінгі мезгілдерде ақша төлемдері дұрысталды, банк жүйелері дұрыс жасай бастады. Жұмыс жасап жүрген мекемелердің жаңағы оборотный средства дейді ол, молынан пайда бола бастады. Демек, жұмыс жасауға толық мүмкіндік бар. Мол мүмкіндік бар. Мол мүмкіндік бар.
Ал жаңағыдай қиын жағдайларды айтып отырғаным мен өзімізді мақтайын деп отырған емес. Бұл біздің тарихымыз. Оны біз айтайық, айтпайық, ол кезінде өзі жариялығын табады. Оны тек қана біреуді мақтап, біреуді аттап емес, тек шындықты айта білу керек сол мезгілде. Мұнайшыларды 125 жылдық мерейтоймен бір ауыз құттықтап берсеңіз. Рахмет. Қазақстан мұнайының, Қазақстан газының мен оған өте қатты сенемін. Болашағы әлі алдымызда. Әлде де түзетуге болады көп нәрселерді. Әлде де бұл сала елдің экономикасына мол қаражат әкелуге мүмкіндігі молынан зор. Сондықтан мына келе жатқан мерекемен әріптестерімді құттықтай отырып, мұнайшыларды, газшыларды бәріне де амандық, саулық тілеймін. Қызметтері жемісті болуын тілеймін. Ең бірінші елді ойлау керек, елді ойласа бәрі де түзеледі деген сенімім мол. Рахмет. Рахмет.